Бүгінгі Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты алаңындағы Қазақстанның болашақ бейнесі, сын қатері мен мүмкіндіктері атты мынау эксперттік жиында осы институт директоры Еркін Валидханұлының жақында ғана жарыққа шыққан Қазақстанның болашағы мүмкіндіктер дәлізі атты еңбегінің тұсауы кесілді және де талқыланды. Бұл еңбекте Қазақстанның жалпы экономикалық құндылықтық және де болашақ бейнесіне қатысты модернизациялық теория бойынша тарихи шолу жасалып, және де қазіргі кездегі мүмкіндіктер мен сын қатерлері, стресстер көрсетілген. Сондықтан бұл еңбек қазіргі кездегі мынау халықаралық алаңда түрлі авторлар бар. Көпшілікке танымал Аджимоглу, Фукуяма және де Паракхана сияқты осындай авторлардың жалпы әлемнің бет-бейнесі туралы еңбектер жазып жатқан кезде, осы шығыс әлем, оның ішінде Орталық Азияда Қазақстанның даму болашақ траекториясы туралы осындай еңбектің шығып жатқаны және де оның үш тілде таралатынына көңіл қуантады.